Дәл осы оюмен алдағы уақытта жилет тоқып көргім келеді. Баршаңызға сәлем, есімім Ұлпан, арнама қош келіпсіз. Бірінші кезекте видеоның жоспарын кішігірім таныстырып өтейін. Бірінші, оюдың жасалу жолы, схемасын дайындау. Екінші, дайын схемалар Pinterest'тен алынған және өзімнің авторлық. Үшінші кезекте жаңа оюды тоқып бастадым және қандай бұйым тоқылады, сол бойынша бөлісіп кетемін. Ең бірінші мен кестені міндетті түрде осындай дәптерге түсіріп аламын. Енді қалай бар солай көрсетейін. Содан кейін барып қана мен сайт арқылы өзіме кесте жасаймын. Компьютердан да, телефоннан да жасауға болады. Екеуі бірдей. Компьютер арқылы кіретін болсақ, Tamika.ru таңдаймыз. Міне осы сайтқа кіресіздер. Қосымша экранға жазып кетемін. Бұл сайтты мен әлі толыққанды зерттеп көрген жоқпын, тек өзіме керекті осы создание схем деген тұсына ғана кіріп, керекті кестелерді жасап жүрдім. Бірақ бұл жерде қараңыздар, дайын сабақ, дайын схема барлығы бар екен. Техника дейді, секреты, яғни қалай тоқуға болады, барлық нюанстары мүмкін жазылып кеткен шығар, кіріп көрсеңіздер болады. Мен бірден осы кесте жасайтын тұсқа кіремін. Және мен айтып кеткенімдей, ең бірінші мен дәптерге түсіріп аламын керек оюымды. Одан кейін бұл жерде қатар санын белгілеймін. Менде ендігі алдында жасап кеткен кестенің жаңа қатар саны, ілмек саны барлығы сақталған. Мен сіздерге қазір жай ғана көрсетіп кетейін. Мысалы 25-те 25 аламыз. Мен ою тоққан кезде бұл екі жаңағы таблицаны орындамаймын. Бұл жерде мүмкін басқа өрнек жасаған кезде ғана қажет болады. Келесі нарисовать поле. Сол кезде бізге міне дайын, қараңыздар, қатар саны және ілмек саны шықты, және ілмек санының ортасы да белгілі болды. Қазір сіздерге жақынырақ көрсетейін. Міне барлығын дұрыстап көрсете кетейін. Міне астында бұл бізде ілмек саны. 25 ілмек. Және бірден ортасын белгілеп кеткен, өте ыңғайлы оюды бастап кеткенге. Одан кейін жоғары қарай 25 қатар. Бұл негізінде бұл сайт кәдімгі косы, араны өрнектерін жасауға арналған схемалар, бірақ мен бұны өзім оюды қолдану үшін, оюдың кестесін жасау үшін қолданамын. Мен осы тұстағы қарапайым домалақты өзіме керекті жаңағы нүктелерді қою арқылы таңдаймын. Және де бірден жаңағы дәптерге қарап отырып, клеткаға қарай орнатамын. Мысалы, бұл тұста менде асты 3 ілмектен басталатын болса, бірден өстіп мышканы басып тұрып, міне 3 қатарға бірден қойып шықсақ болады, немесе бір-бірден осылай қойсақ та болады. Әркімнің өзінің қалауына қарай. Одан кейін жоғары қарайда қанша осы тор көзді алғыларыңыз келеді, соған қарай жүре бересіздер. Енді оны көпшілігіңіз білетін шығарсыздар деген ойдамын. Ары қарай өзімізге керекті нұсқадағы оюлардың кескінін жасай береміз міне осындай әдіспен. Ал егер бір жерінде қате жіберсек, онда мына жердегі бос тұрған, көбіне осы бос тұрған төртбұрышты басамыз. Басып өзім жасап аламын. Міне қараңыздар, мысалы бұл тұста менде бір артық кетіп қалса, осы әдіспен жасаймын. Немесе қазір қосымша көрсете кетейін. Мысалы осы тұста қайтадан қате жіберсек, міне артқа қарай деген белгіні бассақ та түзеледі. Одан кейін қайтадан осы қараны таңдаймыз да, ары қарай екінші бетінен де міне қараңыздар, менде мысалы осы тұста қате кетті, бірден назадты басып тағы да қате кетті, және ары қарай осы әдіспен жалғастырып кетемін. Мен үшін өте ыңғайлы. Мен енді сабақ түсіретін болғаннан кейін өзімнің көрермендеріме ыңғайлы болу үшін осындай схеманы дайын түрде бергім келеді. Бұл жерде қатар саны да, ілмек саны да барлығы белгіленген. Мүмкін сіздерге көмегі тиіп қалар. Міне біздің мысалы өзімізге керекті схема дайын болған кезде төменгі бөлігіндегі нарисовать схему басамыз. Енді бізде дайын өрнегіміз шығады. Одан кейін жоғары жағындағы осы сохранить картинку бөлігін басамыз. Міне осымен бізде компьютерде сақталады. Міне телефон арқылы да Tamika.ru
міне бірден схема вязания деп шығып тұрады. Таңдаймыз. Және қарасаңыздар, бұл бірінші жолда бізде белгіленген. Және кіреміз. Міне бірден жаңағы компьютерға шыққан сияқты көріністе шығады. Мысалы, қатар саны 15-те, және ілмек саны да 15 болсын. Ары қарай жай ғана нарисовать поле. Міне, сол кезде дәл жаңағы компьютердағыдай көрініс шығады. Жаңа айтып кеткен өзіме керекті осы нүктені таңдаймын да, ортасы белгіленіп тұр. Сол бойынша ары қарай жүріп кетемін. Өзімізге ыңғайлы болатындай осылай үлкейтіп алып жүргізе береміз, дәл жаңа компьютердағыдай. Ендігі Pinterest'тен алынған схемаларды көрсетейін. Ол менің авторлық жұмысым деп айтпаймын. Тек Pinterest'тен өзіме сақтап қойып, және сіздермен бөлісуді де жөн көрдім. Бұл дайын схемаларды скрин жасап алсаңыздар да болады, немесе мен сіздерге Pinterest аккаунтымды қалдырайын. Сол тұстан да қарап, бірден телефондарыңызға жүктеп алсаңыздар болады. Қосымша мен өзімнің авторлық жұмыстарымды да Pinterest аккаунтыма жүктеп қойдым. Және де Telegram арнаға да салып отырамын. Бұл телефоннан скрин жасап кішкене сапасы бұзылатын болса, онда сол Pinterest немесе Telegramнан тікелей жүктеп алып қолдансаңыздар болады. Қосымша өзімдегі дайын схемалармен де бөлісіп кетейін. Бұл менің авторлық жұмысым, және де менің YouTube арнамда тоқылуы бар. Ендігі келесі схемалар бұл екеуі де спицымен тоқылуға арналған, яғни жаккард әдісімен. Алдағы уақытта мен крючокпен тоқып алатындай да схемаларын жасап жатсам, сіздермен бөлісемін. Кезекті жаңа ою нұсқасын көрсете кетейін. Мен енді бұл жерде схемаларын түзетіп, екі нұсқада көрдім, және де ендігі мен тоқып бастадым. Қазіргі уақытта осындай көріністе маған жалпы былай ұнап тұр, бірақ та өзгертетін тұстары бар сияқты. Оны алдағы уақытта көремін тағы да. Бұл әзірге зерттеу түрінде тоқылған нұсқа, және де не тоқитынымда ендігі белгілі. Дәл осы өрнекпен жилет тоқып көргім келеді. Мүмкін геометриялық тұрғыда болатындай осы алды ашық жилет түрінде тоқып көрсем деймін. Негізгі осы қызыл түсін негізгі түс ретінде алғым келген, бірақ та ол 8 орам, маған ол жилетке жетеді ме жоқ па нақты білмеймін. Енді мүмкін көремін. Негізгі түсінде ақ алып, ал жиектерін, оюды осы қызыл түспен жасаса да әдемі көрінетін шығар. Ақ түс енді тез кіршең, сол үшін де әлі екі ойлымын. Мүмкін жетіп те қалатын шығар. Енді оны тоқу барысында тағы да қарастырамын. Жалпы оюдың көрінісі осындай, әлі тоқимын. Өзгерткім келетін тұстар бар, жаңа айтып кеткендей, өлшемінде сәл өзгерткім келеді. Негізі мен басында бұны жилет манишка, яғни алды жабық манишка түрінде, мынау үстіңгі көрінісі. Жалпы осындай манишка тоқимын деп ойлап бастаған болатымын, бірақ кейін қайтадан ойым өзгерді. Негізі мен бір затқа тоқталуым өте қиын. Тоқып бітем дегенше ойым сан өзгеріп кетеді. Бұл нұсқасы да өте қатты ұнап тұр, бірақ мен спицымен өзім алды жабық жилет тоқып жатқаннан кейін ілмек бізбен осы алды ашылатын жилет тоқып көргім келеді. Осымен менің бөліскім келген ақпаратым аяқталды. Келесі влогтарда осы мүмкін жилеттің тоқылып басталған нұсқасын көретін шығарсыздар. Сол үшін сабақты жіберіп алмас үшін арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, және де қоңырауша белгісін қалдырып қойсаңыз. Жалпы сіз ілмек бізбен көп тоқисыз ба жоқ, ине бізбен тоқыған үлгілер ұнайды ма? Соны да қосымша комментарияда жазып кетсеңіз, мен үшін ол ақпарат маңызды. Алдағы уақытта шығарылатын сабақтар барлық тұстарында ескеретіндей сіздердің кері байланыстарыңыз маған үлкен көмек береді. Олай болса келесі видео сабақтарда кездескенше сау болыңыз. Сіздермен болған мен Ұлпан. Ақпарат пайдалы болсын.